Селам алейкум, урметлі серджілер. Бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін сентябрінің 26-сы салы күні. Қырымда инсан ақлары иле вазиет баяғы бетерлешті. Бу Русия Федерациясы тарафындан ярымада ешғалінің доздоғру ақыбетідір дей Украинада инсан ақлары бойынша БМТ-не зарет әйетінің башы Фиона Фрейзер. Оның сөзлеріне көре ешғал башындан қанунсыз, яқалав, хырсызлав, залымлық ве зулумлар вақалары сықлашты. Қансызлықның ән керген ноқтасы 2014 сенесі март айына келе. О вақыт инсанларының 21 кере зорнен тұтылмасы қайд етілген еді. Он инсан аляда белгесіз ғайып болғанлар сарасындадыр. Шатларының дәлелері денеле Фрейзерның марузасында айрамларға Русия девлет органларының алақасы бар олғанını таздықлай. Чүнки инсанларны ФСБ яда Қырым халық имайысы тарафындан қоланылған формаға киінген шахысларының тұтып алғанını көрген әділер. Бұның еле мобюслер ақларының жидді бозылывлары қайдетілі. Эсабатта Қырым апсханелері весіз оларындан мазнун ве мобюслерінің Русия Федерациясы территориясындаки түрмелерге қанунсыз авыштырывуда қайдетілген. Оларға янышывлары қасиве доғыра. Ен азындан тұтып алынған үч инсан ілі ақылды. Қырымдан Адагияға авыштырылған мобюслер. Олар жиди қастылықлардан азап чекеве зарури тибби ярдымыны алмайды. Якынлары әсір етілген ве зарар көрген Қырымдытар Ринат Параламов ешғал етілген Қырымдан ярымаданы теркетті шымдығы Киевде Девлет ішлер идариясының хастаханесінде реабилитациядан кече бұны Украина Юқары Радасының спикер муавины Ирина Геращенко білдірді. Саба сентябрінің 13-інде Сейтлер қасабасында яшаған Ринатның евіне белгісі шақыслар тынтув еле келді. Маскаларны ве ФСБ белгілеріні таққан әділер. Тувден сон апайның ноутбугы ве қайнанасының мұсылман кермені дуа китабыны тұтып алдылар. Параламовның озыны есе белгесіз йөнелешке алып кеттілер. Бір күн девамында тағдиры белгесіз еді. Ақшамға сентябрь 14-інде онақ Межит автовокзалында ағыр алда таптылар. Ринатның сөзлеріне көре белгесіз инсанлар оны қайнады. Жерян еле ұрды. Адвокат Эмиль Курбединов дегені кебі тешкерuf инсанның дини фаалигіне бағылы ола біле. Параламовның сойлары Қырым бойынша ФСБге мұражат етіп, тақыбыны тақиқ етмеге чағырды. Фақат қызметшінің зерейчілерінден бірінде Қырымдытарыны тұтып алған инсаны таныдылар. Америка Қошма Штатлары Николай Семенаның журналист фаалиетінің ясағы ве дерсін сепаратизмы себебінден алған шартлы тевқывынден қасеветчеке. Америка Қошма Штатларының Девлет департаменті Қырым журналисті чықарылған үкімге сәсленді. Департаментінің сайтында ашкар етілген бияната денілгені кебі Семенаның ишғалже кемиетінің ве Русия Федерациясы тарафындан ярымада ишғалінің тенқиді эсасында құрылған қабат башқа түрлі фикерінің сустырмасыдыр. Америка Қошма Штатларының тыш сеси ишханесі Кремльден журналистінің апис муддетіні ләғу етмек ве фаалиетіне девам етмек үшін рұқсет берілмесіні талап еті. Ве қайдетелерке штатлар Украина топрақ бұтынлігі ве мұстақылігіне қол тұта ве Қырымны оның айрылмас қысмы оларақ таный. Украина президенті Тасил аққында қануныны имзалады Петро Порошенко дейкі бұл әсас ізлятлардан бірісідір. Чүнки она мемлекетінің кележегі бағлы. Девлет башы қайдеткені кебі қанун огретув кетешатында Украин тілінің ролюны арттыра ве әркес үшін тен имканларны теминеті. Чүнки әр бір мезонға Украинада муафақиетлі карьераны құрмақ үшін юксек тіл білу севиясыны кефилеті. Президент Украинада яшаған азлықларының гуманитарықларының сақлав емиетіні қайд етті. Шының үшін Девлет башы тыш ішлер назерлігі ве Тасил назерлігіне Авропа шареклері шу сырада Авропа шурасы еле меслі атларны кечермеге авале етті.
Резонанслы бөлдірув Мажаристан Украинаға әлверішле олған бұтын тәшібеслеріні халқара тәшкелатларда хусусан Авропа бірлігінде блок етежек. Бұның ақында Мажаристанның тыш ішлеріні зері Петр Сиарто білдірді. Оны сөзлеріне көре бұл қарар ресми Будапештің Петро Порошенконың тәсіл ақында қанунның имзалынуына жевабыдыр. Евел Мажар акимиеті оның қабул етілмесіне қаршы чыққан еді, чүнки оларның фикріне көре қанун милли азлықларының ақларына боза қайд етейкі, қанун мектеп ве али оқу йортларында бұтын фенлерінің девлет, яғни Украин тілінде кечерілмесіні көзде тұта. Шының еле милли азлықларының 5-ші сыныфқа қадар фенлерінің ана тілінде өгренмеге аққы бар, илерді есе азлықлар тілінде тек бір қач фен өгретілежек, әсасен тіл ве әдебият. Ознев бетінде Украин экспертлері Мажаристан мевамыны мемлекетте олачак парламент сайлавлары ве электорат шу сырада четел электораты үшін күреш еле бағлай. Баш назир Виктор Орбан дефаларже білдірген еді, оның мақсады илкнев бетте қавми мажарларының яшаған мемлекетлерінде азами тіл ве медениет мұхтариетіні қазанмақтыр. Угорщина була союзником. Экинчи жан женки вақтында Мажаристан фашист Алманияның иттифақдашы еді. Бұның себебінден топрақларының бір қысмыны жойды. 600 000 мажар Словакияда яшай. Бұның яқын Романияда. Шының үшін мажаларға бөле реваншизм қайды тіле. Мажаристанның Украинаға гизли территориал идеалары бар. Киев туристлер үшін тапылмадыр. Шушар алтында пайтақтаки ятырымлар форумы кечті. Меморлар, Мұзафирханеве ресторан бизнесінің веккелері киносанаеве хай-тек туризмы сасындаки экспертлер бір ерде топланды. Күн тәртібінде шәрінің туристик инфраструктурасының инкешафы, семерелі ислатларының кечерелмесі ве ятырымларының желп әтелмесі 2017 сенесінің бірінші ярысында Киевге четелден тахминен 700 000 Мұсафир келді. 2020 сенесіне қадар четел туристлерінің сайысы елда 2 миллионға қадар артаджағы бекленілі. Нам потрібні в країну інвестиції. Мемлекетімізге ятырым керек. Бұл ятырымлар шу сырада туристик истиқбаліміздің инкішафына сарф етілмелі. Дүнияның бір чоқ мемлекетінде ғайры сафикелерінің 10%-ны туризм ала. Украина неге интылмақ керек олғаныны аңлаймыз. Що стосується капітальних проєктів, Микяслы лейхалар ақында айтачақ олсақ, мисал үшін Подол шәріміздің тарихи меркезі инжісінің реновациясы башланды. Бұның еле бұсіне пайтақтаки гидропаркның ғайрындан құруф лейхасыны тақдым әтежеклер. Она шу жүмледен Диснейлендке ошаған әгленчілер бақчасының құрыжылығы кере. Паристе пара азбары музей олды бин елдан берлі 864 сенесінден дарп етувнен оғрашқан ишхане кен публика үшін қапыларына açты. Қадими пара топламындан ғайры музейде тапылған дефинелер елем сандықлар, сабық фрэнк мустемлекелер инден ғаниметлер атта пара азбаранда ясалған метр эталоным тақдим етілежек. Серджелер үшін устаханелерде мақсус зоналарының олмасы көзде тұтыла. Андан дарп етув кетешатыны незарет етежеклер. Эсас ималят Парис, Женюби ғарби қысмында ерлешкен фабрикада олғанында бақмадан топлам ақчалары ве мақсус медалер аляда шерінің мерkezінде япыла. Эн күчлі қадынлар бүгін геже Ромадан ватанға украин спортчылары Ольга Лящук ве Лидия Гунько қайттылар. Ольга дүнияның екерах бетлі ярышындан алтын медалер еле қайтты. Лас-Вегаста Strongest Woman in the World 2017 Олимпия бірінші ярышының юқары басымағына шықты. Да бір алтыны Барселонада кечкен Арнольд Европа спорт фестивалі ярышында әлде етті. Ознев бетінде Лидия Гунько Лас-Вегас ярышында тыз ярысына бақмадан үшінші ярны қазанып oldu. Я стала самой сильной женщиной. Дүнияда ең күчлі қадын олдым. Strong Woman. Олимпиада бірінші ер. Менің үшін бекленілмеген бір шей. Мәжғулетнер пек қиын едім. Бар күшімні құландым. І моя команда підтримуємо один одного. Бір тақым оларақ бір-бірімізге қол тұттық. Оле олды ке екінші еріні қазанмақ үшін біраз етішмедім. Үрметлі серджелер, бұды қықада бұл сонки хаберіміз еді дада чоқ хаберлеріні. Сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз UATV елі олыңыз сақлықнен қалыңыз көрішкенже.